Сәлем достар, махаббат ұлтқа қарамайды. Осындай қағиданы берік ұстанатын қазақ жігіттері жетерлік. Бұл Мәрия, орыстың қызы, қазақтың қара домалақ жігіті Бақытжанмен мектеп бітіру кешінде танысқан. Кейін олардың достығы махаббатқа ұласады. Жігіттің ата-анасы Мәрияны бірден ұнатып, оны Маша деп еркелетіп кеткен. Ол қазақтың салт дәстүрін берік ұстанады. Мәрия мен Бақытжан Инстаграмдағы танымал жұптардың бірі. Жас жұбайлар қазір 2 бала тәрбиелеп отыр. Жұрт Лияны TikTok арқылы жақсы таниды. Лияның ұлты афроамерикалық. Ол жақында қазақ отбасына келін болып түскен. Лия күнде таңертең ерте тұрып аула сыпырып, енесіне шай демдейді. Ол енесінен қазақ салт дәстүрін үйреніп жүр. Лия өзін қазақтың аппақ келіні деп атайды. Желіде 45 мыңға жуық оқырманы бар. Биыл Арман және Анжеланың отау құрғанына 13 жыл толды. Анжеланың ұлтын нақты орыс дей алмаймыз. Себебі оның қанында 5 ұлттың қаны бар. Ол орыс, украин, түрік, еврей және беларусь. Алғаш рет екеуі университетте танысқан. 2 жылдан кейін отау құрған. Жас жұбайлардың әзірге балалары жоқ. Ал бұл келіннің есімі Любовь Мұханова, ұлты орыс. Орыс қыздың қазақшасы судай. Любовь TikTok желісінде аса танымал. Әділ орыс қызды бір көргенде сұлулығына көзі түсіп, ғашық болады. Екеуі бірнеше жыл қыз бен жігіт ретінде араласып жүреді. Кейін қазақ жігіті 18 жасқа толған. Любовьті алып қашады. Орыс келін қазір қазақ тілі мен салт дәстүрді үйреніп жүр. Әрбір үйренген ісін әлеуметтік желіде бөлісіп отырады. Бұл Юлия есімді қазақ келіні, ұлты орыс. Юлия қазақтың келіні болғанына мақтанады. Қазір Әнуар мен Юлия Павлодар қаласында тұрады. Қазақ жігіті махаббат ұлтқа қарамайды деген қағиданы берік ұстанады. Юлия қазақ тілін жақсы түсінгенімен сөйлей алмайды, бірақ мемлекеттік тілді үйреніп жатыр. Бүгінде балаларына қос тілде тәрбие беріп отыр.